Білмеймін, сонымен де бір жағыма қарай бүйтіп жүре беремін. Қарай ма, білмеймін, әйтеуір қисайып. Мынау жеп қояды, еңкейіп былай кір жуа алмаймын, не ете алмаймын, не дәрет сындыра алмаймын қайта. Мына дәріні ішкеннен бері кішкентай жақсымын ғой. Күйеуім де жақсы, қайта ана ода күркілдеп жөтеле беретін, аяғымызда бететін қазір жақсы. Ода екеумізді қосылып ішіп отырмыз ғой. Менікі қазір ана давлениемді де уже бәсеңдетті. Мен 220-230-ға дейін кетіп қалатығын. Давлениемді енді азайып бірден қоймайды ғой енді. Ішіп отырым жақсы. Ламифаренді алғашқы рез сіздер радиодан естідіңіздер ме? Иә, мен радиодан естіп, менің әкем қайтыс болған, соны кейін мен үйге кетсем, соң жолдасым алып қойыпты. Соны әкеп қойған екен, соны іштім. Соны ноябрьден бастап іштім, ноябрьдің 1-нен бастап іштім. Жақсы. Соны көмектесті. Ауырған жеріңмен жаққанда басын қырап басылады. Оның ең қайтадан нететін, енді мына жерім жеп бара жатыр да. Бұлай жаңағы давлением түсіп, шықырлысым, бәрі жаман емес, қазір жақсы. Қазір жақсы ба? Жақсы. Ал ағаның қай жері мазалаушы еді басында? Өзі қазір ол сақыр болды ғой. Сақырмен ауырған, оның аяғын ана іріп жара шығып, соны негізінде докторларына жуан саннан кесем деді ғой. Соны кестіре алмай, өткенде оны кестіргенбіз жоқ, аяғының ана жерлерінде содан жара шығып етіп атқан. Сонымен мазбен жазып етіп атырдық. Сонымен кетіп атты, бірақ мына дәріні ішкеннен бір жөтеліп тоқтамайтын аллергия ма, түсінбеймін ғой. Осы жөтелгенде мен қорқатым, шегізіліп кететін жарды. Жоқ, осыны ішкеннен бері жақсы. Риза өзі, осы жақсы деп осыны. Осыған өзі риза болып отыр. Қазір енді ағаның қал жағдайы қалай? Қазір жақсы, қазір бұрынғыдай емес, қазір өзі отырып тұрады. Кәдімізгі шайын ішіп, бұрын көп отыра беретін, жата беретін. Қазір жүріп. Ал мына ненің аяғын, қазір аяқ қалай болды ағаның? Аяғын, сол оның кейін қазір ана жара кішкентай шығып, алдында жазып біттік қой, сосын қайтадан еткен кезде соны жағып жүрміз. Жаққанда енді бірден кетпейді, енді кетеді бірақ. Соны ылғи өзі жақтырады, сосын аяғымыздаған кезде жағып, жаңа салапаныңға кигізіп, сол салапанды кигізгеннен кейін анау аяғы түнде жылы рахаттанып ұйықтайды. Айтпаса аяқ қолым, мен өзім де сөйтем. Қанды кіреді ғой? Иә, аяқ қолыма, мен ана қолыма, мына жағы иығымна бәріне, мына әсіресе мына қолдарым алдында деген мына жерім бетіп тартылып, мынандай бүгілмей қалған. Қазір кәріне бүгіледі, бірақ қатты бүгілмегімен жақсы. Қазір көп көмегі бар оның. Енді мынау енді құлағаннан кейін болған нәрсе, ол қиын ғой, енді оны кетіре қояды деген. Бірақ маған ұнады бұл. Басқасына әйтпесе басқалардан да звондап жатыр, аласыз ба деп. Жоқ. Біз осыған үйренгеннен кейін енді осыны алып. Ламифаренге келіп тоқталдыңыз. Иә. Алдында біреуді алып едім, оның бірі іштімде, оны білмеймін, әйтеуір ішкім келмеді. Ламин ұлыдан басталатын тағы бірдеме болды. Көп қой балдар. Иә. Соның кейін осыны әкелгеннен кейін осыны ішіп отырам, енді өте жақсы көмектесті. Қазіргі ішіп жатқандарыңыз үшінші курс, иә? Иә. Үшінші рет алып жатсыздар, иә? Үшінші рет алып жатыр. Оны да басынан бастап жолдасыңыз екеуіңіз бірге бастадыңыздар ма? Басында, иә, екеуміз бастадық. Осы жолғыны жолдасым сен өзің ішші, сен жақсы болшы деп өзі етіп жатыр. Бірақ сонда да арасында жағып, несін аяқтарына, жарасына бәріне жағып жатырмын. Ал қазір сіздің өзіңіздің жаңағы давлениеңіз жақсы болды? Давлением жақсы болды. Тамақ ішсім, былай ішқұрылысым бәрі жақсарды. Бұрын дегенің ішқұрылысымда ауырып демала алмай тұғым. Бір түрлі. Сосын мынада демала алмайым ба, тынысым тартатын. Оның бәрі қазір. Эндокринологқа барып тексеріп көрдіңіз бе? Жоқ, барған жоқ. Зоб ештеңе жоқ па сізде? Бұрын зоб болған дейді. Енді білмеймін. Кейбір кезде қазір анадай қатты тынысым тарылып, ентіге береді ғой. Бірақ енді қазір азайған сияқты. Өзіңе білінеді ғой әйтеуір. Бұл ламифареннің құрамында да жаңағы йод бар ғой. Сіздің зоб болатын болса, жаңағы жетіспей тұрған йодыңыз бар ғой. Иә. Соны толықтырып тұрып, мына щитовидка дейміз ғой. Соның жұмысын реттейді. И адамның жаңағы тыныс алу жүйесін жақсартады. Соң кейін жаңа бұндайды естігеннен кейін сіңілімде ауыратын еді, аяғының тамырлары шығып кетеді, солда бір 3-4 банкасын алсам деген. Қазір мен сол 2 қасықтан ішіп жүрмін. Иә, ішіп алыңыз.
осыны біреу сасам да болады ма дау ғой. Енді сіңлімді алғысы келіп отыр осыны. Көп болмасам да бірінші 3 банкісі бола ма екен, соны алсам қандай болады деп, о да сұрап жатыр еді ғой, жаңа барғанда айтшы деп. Оның жүрегі ауырады, аяғының тамырлары шыққан. В общем, ауырмайтын біраз жері ауырады ол, біраз жер. Мына жағы деді ғой, мына жағы ма міне? Мына жағы ғой, апай. Иә, және тиген кезде жаман ауырады. Тиген кезде болғанда мына шекеге бір-біріне қажылады ғой. Бұл наралық неңіз бар ғой, жеткізіп болады ғой, мына аралығында ше. Сол жеткізіп біткен ғой сізде. Жеткізіп біткеннен кейін мына екі сүйек бір-біріне қажылады да, осы аяқта қатты ауыртады. Осы маған осыны алып беріп жатыр ғой, шүкір. Бұдан зиян көріп жатқан жоқ мұны, әйтеу пайдасы болмаса зияны жоқ бұның. Кім ауырса да мен айтар едім, осыны алып ішіп көріңдер деп. Бұл жақсы, негізінде де ана ауырған кезде, аяғыма жаққан кезде рахаттанып қалам. Ол мен үнемі қайтадан кішкене ол үшін уақыт керек қой кішкене. Сізге бірден іш жасап, сразу бола салатын зат емес қой. Мен алдында да тастап кеттім ғой, сосын кейін ғой. Мен сонан кейін бәді деп отырмын ғой мынау. Кішкене Қытай берді тағы жаңа жалғастырып. Ала, иә, шем мұны. Сол кезде уже кішкене остановление болады. Жолдасым айтты ғой, алып соны до конца ішесің, алып беремін деп. Соны алып беріп жатыр ғой, шүкір Аллаға. Енді сонда жаңағы барып көр, ана 4-ші клиниканы не дейді, жасайды ма? Мына дәріні мен тастамайын, бұны ішем, өйткені ана алдында іш құрылысым ауырып ше, анандай үлкен дала үлкен кезде шыға алмаған кезде, қазір дегенің жақсы. Бұрын шыға алмай әуреге түседі оғымын. Соның ең қазір жақсы. Тағы аппетитіңді де ашама, сондай бір емесі бар балам. Енді иммунитетті бір қалыпқа келтіреді ғой. Иә. Бір қалыпқа келтірген адамның табиғатқа кішкене жақсы. Табиғат ашылады. Бізді көру үшін арнайы арнайдан Қызылордадан келіп отырмын, осы көрейін. Қандай, не, қалай болады екен, несінің бәрін, адамдарын бәрін көрейін, өздерінен бұлай түсініктеме алып, ана көрген басқа еді ғой мынау. Соның кейін осы сендерден көрейін деп, соны Қызылордадан келіп отырмын шынын айтқанда. Осыны өте қуаныштымыз, рахмет сізге осына келіп. Сендерге де рахмет, осындай Құдай осындайды әкеп, осы бізге мынандай беріп отырғандарыңа, ол ақшасын Құдай жеткізер. Бірақ мына өзіңе осы қанша ақша жұмсасаң да бұл әсер етсе сол жақсы ғой. Бастысы сол ғой. Бастысы сол, осы әсер етіп, кішкентай өзіңе жақсы қылса, одан артық ештеме жоқ маған балам. Жолдасымда сол әйтеу алып, іш деп осыны ішкізіп отырған сол негізінде. Жолдасымның арқасында осыны алып ішіп, нетіп осындай неге де жетіп отырмын да. Әйтпесе мен алаңсыз жатып қалғанмын, жүре алмай. Өзіңіз зейнеткерсіз, иә? Зейнеттегі адамсыз. Енді осы былтыр шықтым. Аға? Ол да былтыр шықты екеміз. Зейнеттегісіз, И сіздердің біреуінше үйде жаңағы қол өнеріменен бесік, сандық, сондайлар жасайды. Сол бір балам бар, сол жасайды. Бесік, ой қазақ бесік. Қазақша оюменен қазір жинамалы бесікте істеп жатырмыз әйтеу. Арасында сол айтады, әйтпесе қайда осы. Сөйлескен кезде бір ағаның айтып қалғаны бар, жаңағы сонау Америкадан, Россиядан келіп. Канадаға кетті, Уфаға кетті, Россияға кетті. Жинамалы бесіктерді алып кетті, анандай простой бесіктерді де алып кетті. Сояқтан заказ береді. Заказ, анандай балам ана біреу соткаға батсап дейді, мен неге шығады? Содан еткенен соның ызбандап хабарласады, соның кейін келеді, сол уақытқа дайындап қоямыз. Соның енді сол баламыз балаңызбен жолдасыңыз екеуі жасайды, иә? Көбінде жинамалы бесікті жолдасым несін көрсетіп, жаңағы ойғыларын былай істейсің, білмеген жерлерін үйретіп, бәрін соны үйретіп отыр ғой. Қазір жақсы, бұрын деген ондайға шамасы келмеген. Осыны ішкеннен бері жақсы. Ламафаренді ішкеннен бері қазір Құдайға шүкір дейік, жақсы. Анау көбін етпесе де демалып істейді, анау өзінен айтпесе қазір жүрегі көтеріліп нетіп қалады, ол құсып тастайды. Соның кейін осыны ішкеннен кейін демалып, біраз кішкентайдан кейін тірлігін өтіп. Өте керемет, рахмет. Сендерге рахмет балам. Осындай ламафаренді әп беріп, осындай сендер әкеп осы жаққа елдерге жеткізіп, қажетін жаратқандарыңа мыңда бір рахмет. Радионы көп тыңдайсыздар ма? Сұрама, радионы
мен енді кейбір кезде тыңдамай қалсам, менің ана жолдасым радионы осы нелердің берген деді, соның алдында отырады, тастамайды. Сол уақытта қазір сол программаны береді дейді де тыңдап отырады соны. Біздің күтіп отырады ғой, иә? Сіздердің күтіп отырады, соны тыңдап отырады. Бұрын айтатын, мынау сақыр деген жазылмайды, бәрібір өлем болған, ешқандай ем болмайтын деп қарсы шыққан. Осыны ішіп сіздердің естігеннен бері ондайды айтуды қойды. Сендерге рахмет осыны. Мен Құдай өлім туралы айтпашы. Рахмет, осы сендерге рахмет. Осындайды сол түсіндіріп, соған жеткізіп, көзін жеткізгендеріңе рахмет. Ол ғана мынауға өзі сене бермейтін адам. Осыны ішкеннен бері білмеймін. Сендердің осы радиодан бастайтынынан осы ертегі алып сөйлеттірмейді, өзі бөлек бөлмеге отырып алады да. Соны тыңдап отырады. Өте керемет. Адам сенетін. Иә, алдында да сенім болу керек қой. Сенім болмаса қаяқтан. Басқаларда бұрын еткен кезде қошей дейтін. Осыны өзі білмеймін, осыны алып ішкізді, өзі де ішті. Сонан бері жақсы. Шүкір Аллаға. Бірден енді бәрі жазылып қаяқтан. Әр нәрсенді өзі бір жараңыңа тікенің кіріп кеткенің өзі біраз жерің ауырады ғой қазір. Сендерге рахмет әйтеу. Қызылорданың күрішін көрсін. Осыны өзі бір зілбәле өзі. Мынау Қызылорданың кәміне. Сіздерге әйтеу, бәріңізге әйтеу. Тамақ істеп сендерді әйтеу өзінде. Қызылорданың ол сатып алу деген жоқ қой, әшейін біраметін. Сендерге рахметімді білдірейін әйтеу. Басқа нәрсенің бәрі бар Қызылордада осы күріш қып. Келгеніңізге рахмет. Сонау Қызылордадан. Sonra сендерге рахметімді айтайын. Рахмет сендерге балам. Осыған риза болдым өзі.